Абайдың 19 қара сөзін оқып зерделедім. Бұл өте терең мағыналы ой салатын шығарма дер едім. Абай бұл қара сөзінде адамның дүниеге келгенде бірден ақылды, білімді болып тумайтынын айтады. Адам естіп, көріп, ұстап, татып, яғни сезім мүшелері арқылы дүниені танып, жақсы мен жаманды айырып үйренеді. Көп көріп, көп естіп, ой түйген адам ғана білімді болады дейді. Сонымен қатар, адам есті адамдардың айтқанын тыңдап, оны көңілге тоқып, ғибрат алып, оның жақсысын бойға сіңіріп, жаманын сақтағанда ғана ол өз пайдасына асатынын айтады. Және сонда ғана адам нағыз адам дәрежесіне көтерілетінін айтады. Қорыта айтқанда, Абай бұл қара сөзінде адам білім мен ақылы, еңбекпен, ізденіспен зейін қойып, тыңдау арқылы ғана меңгерілетін, ал немқұрайлық адамды дамытпайтын насихаттайды. Қорыта айтқанда, Абай бұл қара сөзінде адам білім мен ақылды, еңбекпен, ізденіспен зейін қойып, тыңдау арқылы ғана меңгеретінін, ал немқұрайлық адамды дамытпайтынын насихаттайды.